Ақтау қаласы 16 ақпан 2024 жыл. Ақтауда қар 13 шағылдан бізде қар жоқ тұр. Мынау Сулпак 17 микрорайон. Мынау 13-тегі 52, 53 дейтін жерлер. Алдымызда Дана. Сәл төмен түсіресіз бак? Сималайын тұрмаған. Мұнайшы 13, алдымызда 12, сол жақта 17, 16, бұйырса солға бұрыламыз. Ала жел, салқын минус. Ана 13-1А, қасындағысы 13-1Б дейді. Ана Астана посет. Мüşteriге фото жіберіп алайын. Сыбырғы қандай сияқты. Астана сияқты тұрмыз. Жақта Қаптал 16 микрорайон, сол жақта Ақтауда құрылыс жаңадан салыватқан құрылыс үйлер қарқынды дамып жатыр. Жаңа микрорайон кезінде болмаған. Кезде мына жері ракушка, карьер болған жерлері. ЖК Инара. Биылдық не бар? Жақта үйлер көп салады. Он жақтағы не? 16 микрорайон. Алдымыздағы мынау тыныштық дейтін 19 шағынада әлі қар жауып тұр. Жол тайғақ па Талат? Қасымызда машина аяғы түйіп өтіріп отыр. Мен 19 микрорайон, мынаяқтағы 18-а дейма сондай.
ЖК тұр. Қазіргі таңда бізде жақсы да. Осындай жаңадан салған ЖК үйлер астарында кафе бар, дәріхана, тағы да басқа. Мынау 19-шы микрорайон. Алдымыздағы Дина гипермаркеті. ЖК Альбион. Алдымыздағы түрік лицейі. Жел мықты бізде, маған. Бұл әкеңнен өзі. Бол. Кнопка бас жүресің бе? Бұлай ма? Артта мәшіне көреміз, а? Мынау Дина. Мынау қалайды? Інжу ма? Інжу. Бұл 30-шы микрорайон, оң жақта. Мына сол жақтағы 33. Мынау бізді Дина гипермаркеті. Алдымызда үй Заман дейтін үй. Мынақта 30-да бай ауыл дей ма? Коттедж үйлер. Мына 33-тің жаңадан салынған үйлері. Үкіметтің салған. Аққу дейтін микрорайон ғой. Да, Серега дейсің ғой. Алдымызда мынау неше? 34 қой да? Каспий маржаны. Мынау алдымыздағы 34, мынау 32 ойыстырет. Мынау біздің Есенов клуб орталық. Яққа жаңа мұзайдың салғысы келеді. Оны жақ қарай. Бірақ бізде біріздер ақша өзін-өзі жоғалып біледі каким-то образом. Таңғалатын жай емес. Так, мынау біздің спорт комплекс, шахматтар институтының спорт комплексі. Студенттердің өз жерге демалатын жері. Жаттығу жасап. Мына ар жақта үйлер, сіз көрмей тұрған шығар сіздерге. Жатақхана. Мынау бізде ассамблея. Ешкімге керек емес. Достық үй дейді. Алдымызда мынау қан орталығы, мынау. Біз көрмейтін шығар сіздерге. Сәл алғара жүр. Көрінді оған. Так, мына бізде 32 аман сәт талғат мынау. Ақ ода, дұрыс білмеймін. 32 амын. Тоже үкіметтің істеген үйі. Мынаған кезінде осы үй жерден үй алайын деп талпынып істедік. Бұйырмады бізге де. Бірақ солай болған дұрыс болды. Қазіргі заманауи аялдамалар. Осы үкіметтің кезіндегі госслужба, бюджет дейтін сияқты адамдарға берген үйлер. Осындай. Үкіметтің халықты қатты жақсы көреді. Соған салып берген әдемі көркем үйлері ғой. Мына елде тұрамыз, мына мекенде салып беріп жатқан үйлер осы. Бұған да шүкір. Алдымызда атамекен кәсіпкерлер палатасы. Соң оралмандардың үйі бұл жерде. Так. Мынау жаңа айтып кеткен үйлер. Осы жерде көбісі жас отбасылар, жағдай жоқ, мүгедек, госслужба, бюджетте тұрмыз.
32А болса, бізде 31А, 31Б. Мына жерде бізде таможня кеден орталығы орналасқан. А мына сол қанатта арғы бұрышта салық төлейтін налоговый. Бізде кішкене шыны керек, азамат таксовать етіп жүріп. Бұдағы, 32-дағы ең бірінші салған үйлердің бірі шығар. Өзі ерекше. Бірінші қар әдемі шопты. Қазір Шахмадар Есенов атындағы университетте өтеміз қазір. Жерден көріп тұрмыз. Қателеспесем, Қазақстан бойынша ең биік Жайық базары, САК сияқты строительный құрылыс дүкені. Есенов Қазақстан бойынша ең ұзын биік университеттердің бірі болып қарқынды дамып жатақханалар салып, артынан военный әскери училище салып отыр дейді. Алдына студенттерге түрлі безендіріп, отырғыш сияқты парк, шағын саябақ салып отыр. Әйтеуір осы жерге Құдайға шүкір өзге елден Түркменстаннан көп келетін студенттер. Қазақстан түкпір-түкпір азаматтар. Яғни мына бізде 30-шы күн. Мынау бізде 29, мынаның арты толық бар. Ең бірінші салынған коттедждер. Енді жаңағы қазіргі таңда сауда үйлері бар. Стейкі күшті деген мақтап атқан. Royal House, үйлер, жағына салған үйлер. Так, бәйтерек кеңейіп отыр. Қазір созылып отыр. Мынау бізде Арлан аккумулятор центр. Вообще
шүкір. Мынау енді Бургер Кинг. Мен таң қалдырмаймын ғой. Алдымыздағы шағын аудан 12-ші микрорайон. Мынау өте халықтың баратын жері 12.59 доллар. А мынау сары ма, дариға ма? Бәрін айтып едім. Білесіңдер ғой? Солардікі ТРК. Білмейтін адамдағы ТРК біздің бір мега сияқты кезінде. Сондай шағын сауда үйіміз. Кезінде студент кезінде осы жерде шықпат едік бәріміз. 10-ға дейін сайт етер, соның ішінде жүретін едік. Каталогі бар, киносы бар деген. Қалада көрмеген адамдарды осы жерден көріп кездестіретін едік. Итпен іздеп табылмаған адамдар осы жерден табылатын едік кезінде. Қайсысы? Солай ма? Мына 12 қарақ еді. Үйдің артында бізде там жайлап не болады. Үйдің артында болатын болса, жолға қараған болатын болса, дүкен, ноутбук жөндейді, сотка жөндейді, шағын кафелер деген сияқты болады. Қаптап кетті. Мынау енді 16, танымал кәсіпкер тігін маталар керемер үй. Сол жақта бізде мұнайшы жасқанат көрінсе екен. Біз көрмейді. Мынау бәлекет бұрыннан бері салынып жатыр, әлі салынып жатыр. Мынау енді ЖК Асылтас танымал. Ар жағында маяк болады. Ар жағында ЖК Комфорт. Мынау салған кезде осы үй салынды. Уақытта температура көрсетпейді ау, да? Шамамен -5, -7 желмен болып сезілетін шығар. Қарлар енді. Ау? Затты? Шады? Сөyle енді адам көзі ерекше ғой. Алатылаға ерекше ұзарады тұр бізде. Кейбір мәшіндер аяқтары бізде енді Маңғыстауда қар көп жауылмайтындықтан бізде қысқы покрышка, қысқы аяқ дейді ғой. Ондайды мүлде алмаймыз. Бізде қар жауса бүгін ерте ерік бар, ері кешкісі ерік берді. Тамашаларыңдар. Мешіт салып Алланың қалауын берсін. Мына жерде мен тұрам, 2-ші торда. Мынау Дана. Супермаркет бізде Дана дейтін жақсы танымал супермаркеттердің бірі. Мына үй 10 жыл болды. Адамдардың алдап ақшасын алып үй бермей жүр. Қарап атса түсінсін. ЖК Задия. Қар жауып кетті. Мен әкеші. Дос, Бахазар, очки, спортивный магазин. ЖК Жамбулат, әрине бұл біздің ЖК Флоренс. Жапсыр жүретін. Так, мынау бізде Дукат. Қатты шығып кетті тым. Мынау Оазис қой, да? 24-25 этаж бар ау. Бас киімсіз жүр ғой. Мына жерде көк үйшіктер бар, көрінбейді. Балалар үйі ғой.
осы 3-1 жолда. Так, мынау бізде 17-ші шағын аудан Каспий Тауэрс, қателеспесем. Каспий Тауэрс. Жолды көрдіңдер ғой. Грин парк дейтін үй ғой. Алдымызда осы. Сол жақ дұрыс көрмейді, қараңғы. Бұл жерде резиденс. Елбасы президенттердің демалады. Мынау Грин Плаза. То есть Грин парк. Алдында үй сары емін салған БС холдингтің компанияның үйлері Премиум Плаза. Салқынға шығады, неге шығады? Так, айтып кеткенде жаңа Грин парк Плаза, сол жақта жаңа Премиум Плаза. Мына жерде бізде жаңадан салған стадион. Біз қазір 10-ші микроға кіріп бара жатырмыз. Мынау қателеспесем, мына ғимарат. Мынаған келген спортсмендердің демалатын жатақханасы. Дұрыс қой да? Солай сияқты естімеші. Халық арена. Бұл да жақсы балаларға арналған ойын-сауық кешендері бар. Секция дейді ғой, бокс, күрес деген сияқты. Футболда бар. Құдайға шүкір қарқынды дамып отыр. Ақшасын жемесе жақсы болады ғой. Мынау кезінде айрақ дейтін үйлер. Ең бірінші осы жерге салынған. Жайлап. Бұл үйге де қатыстық. Онда алмадық. Саланы қаламен вторичный үй беріп бізге. Халық арена. Бала күшті болып тұр. Мынау бізде жаңадан салынып отқан оқушылар сарайы. Аумағы кең, нән, жақсы салынып отыр. Көреміз ембейміз. Бұны да көреміз. Біз қазір 17-ші микроның ортасына кетіріп. Не қарайсың деймін? Қарайды ғой, кейін көресің. Ақжайық дейтін үйлер. Мына ЖК Жамбыл жаңадан салынған 3-ші, анау 2, анау 1. Мына БС холдингтің БС резиденцияның үйі. Жақсы үйлер жалпы. 26, 27, 28, 29 қателеспесем. Мынау Сити парк. Қазір менің сүйікті анаммен әкемнің үйін көрсетемін. Мынау да жаңадан салған айрақты. Мына үйлер. Міне қазір сіздерге көрсетемін. Сити парк. Астында тұрған селчан тұрған.
қазір тұрып жатыр әке шешеміз. Мына жанып тұрған үй 4 бөлме 163 квадрат метр. Осы үйде тұрып жатыр. Мынау зал. Жақсы үй тұрған. Ана парковка тұрсын. Абай сұрады ма? Кейде машина тупиктеп қойды, кейде правильно еді. 13-те ең жалғыз бірінші салған таунхаустар ғой. Все, рахмет сіздерге осындай 30 минут қарағандар үшін. Біз жаққа әңгіме айтамыз өзіміз. Қазақта иш шығару дейтін бар, осы иш шығарамыз қазір.